Қазір жасым 24-те. Бұл жастағы қыздардың көпшілігі сүйікті жара танып, бесік тербетіп отырған аналар. Солардың өміріне қарап қызығамын. Нағыз бақытты әйел солар секілді көрінеді көзіме. Бәлкім, мен де сыртымнан көрген адам бақытты деп ойлайтын шығар. Бірақ өзімнің сырым тек өзіме ғана мәлім. Енді бітеу жарадай болып келген сол сыздауық сырдың аузын ашып жарасын төкпекпін. Не болса да айтып жеңілдейінші. Көп балалы қарапайым отбасында өмірге келдім. Әкем біздің жас күнімізде өмірден өтті де, анам сол қазаны көтере алмаған шығар, аурушаң болып қалды. Анамның денсаулығы мәз емес, жиі ауырып қалады. Содан тұрмысымыз нашарлай бастады. Әкем барда да орта шаруа отбасы едік. Енді отбасын асырап отырған адамнан айырылып, анамның аурушаңдығынан соң ол да еңбекке жарамсыз болып, әйтеуір отбасының кіріс көзі жабылды. Содан кейін біз үшін нағыз кедейліктің шегі басталды. Бірақ өте шыдамды, сабырлы едік. Барынша тапқанымызға қанағат етіп өмір сүрдік. Мен 5 перзенттің екіншісімін. Ағам бар. Ол мектепті аяқтаған соң әскерге аттанды. Ал мен мектепті бітірген соң оқуға түсемін деген арманым болса да, қу жоқшылықтың кесірінен ол ойнымнан бас тарттым. Сөйтіп үлкен қалаға келдім де, жұмыс істеп ақша табу жолдарын қарастырдым. Маған дәл сол сәтте керегі қаражат мәселесін шешіп алу болды. Әйтпесе, білімге деген құштарлығым да жаман емес. Университетке оқуға талабым, ынтам да бар еді. Оқуымды жалғастыру ойымда болды. Бірақ ол үшін алдымен 1-2 жылдай жұмыс істеп, біршама қалада жүріп тұруға үйренісіп, оқып жатқан күнде де анамның маған беретін көк тиыны жоқ екенін біліп, біраз ақшаның басын құрамақшы болдым. Әрине, адамның ойлағаны тек жақсылық қой, ешкім өзіне жамандық тілемейді. Мен қалаға алғаш келгенімде, жұмыс іздеп сабылып жүргенімде бір қызбен танысып қалдым. Ол да өзім секілді ауылдан келген, мен секілді қиналып жүрген жан екен. Онда екеуміз бірге жұмыс істейік, ешкім танымайтын бөтен қалада бір-бірімізге қолдау көрсетіп, туған бауырдай болып жүрейік деп серттестік. Солай қайда жүрсек те бірге жүріп, бір пәтерді жалға алдық. Күні бойы жұмыс қарастырамыз. Кешке үйге келіп, төсегімізге құлай кетеміз. Солай бір апта дегенде бір жұмыс таптық. Ол бір кафеде даяшы қызметін атқаруға кірісті. Мен болсам, кішігірім қонақ үйде бөлме тазалаушысы болып жұмысқа тұрдым. Басында барлығы жақсы болатын. Табысымыз аз болса да қанағат етіп, осылай үйренісіп алсақ, кейін басқа жұмыс қарастырамыз. Оқуымызда уақыт бөлегі болады деп армандап жатып ұйықтайтынбыз. Жарты жылдай жұмыс істеп, ауылға анама ақша салып отыруға да жағдайым жете бастады. Сол кезде мен қатты қуандым. Аз болса да анамның дәрі-дәрмегіне ақша салып тұрғаныма қуандым. Ол кісінің батасын алсам, ол кісіні қуантсам, менің де жолым ашылып, ісім алға басады деп үміттеніп жүрдім. Шынында да анамның ақ батасымен менің табысым арта бастады. Өзім жұмыс істеп жүрген қонақ үйдің қожайыны әйел кісі еді. Сол апаймен жақсы тіл табысып, тез сөйлесіп кеттік. Ол менің құрбыммен бірге пәтер жалдап тұратынымды да естіді. Солай кейде құрбым мені іздеп жұмыс орныма да келетін, жұмысынан ерте шығатын болса. Сол кезде қожайынымыз құрбымды көрді. Онымен шүйкелесіп, жақсы әңгімелесті. Кейін ол өзінің үйіне қонаққа шақырды. Үйін көріп, аузымыз ашылып қалды. Бұрын киноларда ғана көретін еңселі 2 қабатты биік үйге қадам басып, қонақ болу бұйырған екен. Апайымыз да қысылмай, қалаған уақытта келіп тұрсаңдар болады. Тіпті пәтер жалдап, ақшаларыңды сарп еткенше осында келіп тұра беріңдер. Сендерге бөлме жетеді. Бір жағынан балаларыма қарайласып тұрасыңдар. Өзімнің
сіңілдерімдей болып қалдыңдар ғой деп іш бауырымызға еніп әдемі сөйлегенде неткен керемет жан еді. Біз секілді қарапайым ауылдың қыздарын мұндай байқуатты тұратын байбатша әйел менсіне бермейді ғой деп ойлағанбыз. Жаны жайсаң, жүрегі жұмсақ жан екен деп біз оны анамызға да мақтап айтып отыратынбыз. Ана жүрегі сезімтал ғой. Тым емпілдеп іш бауырларға енетін адамнан сақ болыңдар қызым. Ол сендерді аңқау деп бір мақсатына пайдаланып кетпесін. Әйтпесе бай әйелдің барлығы бірдей демеймін. Шынымен де адамгершілігі мол, иманды әйел көп. Адамды тани біл, іс-әрекетіне назар аудар деген ақылын айтқан еді анам. Анам сезген екен. Бір күні апайым жаңа жылды бізбен бірге қарсы алыңдар, дастархан жайып күтіп отырамын деп қонаққа шақырды. Әрине, бізден де басқа қонақтар болатын белгілі ғой. Ыңғайсыздансақ та құрбым екеуміз шақырған жерге бардық. Өте қымбат киінген, жұпар иісі бүкіл үйдің ішін шарпып, осы сұлулықтың өзіне мас болып қалатындай жігіттер мен қыздар жиналған екен. Ішіндегі ең жасы және ең қарапайымы құрбым екеуміз. Екеуміздің қысылып отырғанымызды көріп апайым екеумізге жаңа жылдық сыйлық деп бір қорапша ұстатты. Өзіміздің қайда отырғанымызды ұмытып кеттік. Сыйлықты ашып көрсек, өте әдемі, көздің жауын алатын қымбат көйлек екен. Екеуміз қуанып оны отырғандардың қолқалауымен үстімізге киіп шықтық. Адам көркі шүберек деген рас екен. Әп сәтте сол бір шүберек реңімізді ашып жайнатып жіберді. Отырғандар қошеметтеп қол соғып мәз болуда. Оның барлығы да ұйымдасқан отырыс екенін біз кейін білдік. Өте көңілді отырыс болды. Қауқылдасып отырып қалай масайып қалғанымды білмеймін. Менің ойымша сол сәтте сусыныма бірдеңе қосып берген болуы мүмкін. Содан мен қай жерде оянғанымды білмеймін. Жан-жағыма қарасам ешкім жоқ. Бірақ төсекте жатырмын. Бір сұмдықтың болғанын белгіледі. Қайда екенімді білмей, қалай жүрерімді білмей басым сынып жатты. Жалғыз өзім. Әйтеуір пәтерден шығып кеткен соң басым ауған жаққа қарай жүре бердім. Маңайымды болжай алмаймын. Әйтеуір қолымда телефон бар. Апайыма хабарластым. Ол кісі білмегенсіді. Кеше үйге қона салыңдар. Кеш болып кетті дегеніме қарамадыңдар. Жоқ, қайтамыз деген соң қонақтардың бірімен қайттыңдар. Көлігімен жеткізіп саламыз деп еді ғой деп мүләйімсіді. Құрбым екеуміз жылап сықтап жүргенде кінәлі адамды іздесеңдер де таппайсыңдар. Оған да екеуіңе де ақша керек қой. Осыны пайдаланып қалыңдар. Кейін барлығын қалпына келтіріп, уақыты келгенде тұрмысқа шығып кетесіңдер деп ақылын айтты. Қысқасы, имандай сеніп жүрген апайым жеңгетай болып шықты. Кейде қашып та кетіп жүрдім. Бірақ қайда қашсам да құтыла алмадым. Құрығы ұзын болады екен ғой мұндайлардың. Тіпті бір жазықсыз жігітке 1,5 жылға қаматып та жіберген болатын. Ол былай болды. Бір жігітпен танысасың да, оған өз қызметінде тегін ұсынасың. Қалғанын маған қалдыр, ақшаңды аласың, деді. Сөйтіп ол жігітке жала жауып, зорлық жасады деп арыз жазды. Жігіттің анасынан бір талай ақша өндіріп, оны да қинаған. Енді мен сол әйелдің үстінен арыз жазып, 17 жасымнан бастап осы уақытқа дейін көргенімді, осы әйелмен байланысқалы бері өмірімнің құрдымға кеткенін айтып, оған лайықты жаза берулерін сұрадым. Әйтеуір жең ұшынан жалғасқан сыбайластық деп істің менің пайдама шешілетініне сенбеуші едім. Әділдік бар екен. Сотта мен жеңдім. 24 жасымда осыншалықты шытырманды бастан кешіп, қазір қалыпты өмір сүру жолынан аздап жатырқап та қалған сияқтымын. Бірақ уақыт емші, барлығы да орнына келеріне сенемін. Ең бастысы менің жан дүниемнің таза екенін түсінеген жан табылар деп үміттенемін. Анам мені кешірді, перзентінен бас тартпады. Мен бұл жолға әдейі бармағанымды ол да жақсы біледі. Сондықтан мені қолдап, өткенімді ұмыттыруға тырысып жүр. Мұны мен жас қыздарға сақтандыру үшін жаздым. Бір жағынан тағдырдың
тәлкегіне тап болып еркінен тыс от басып қалған қыздар болса, оларды кеудесінен итеріп қоғамнан шеттетпей, керісінше олардың психологиясына зақым келгенін ойлап көмектесуіміз керек. Өзін керексіз сезінбесін.